Баршаңызға қайырлы күн достар, дәмді асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ, оңай дайын болатын коржиктің рецептімен бөлісетін боламын. Коржиктің құрамы өте қолжетімді, үйдегі бар заттармен дайындалатын, жұмыртқа мен айран болса болғаны, осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін коржиктің рецептімен бөлісетін боламын. Керекті мөлшерлемелерін описание бөліміне жазып қалдырып кетемін, және де сіздерге кеңес беремін. Осы видеоны толық соңына дейін көріңіздер және сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ коржик болады. Алдыменен ыдысымызға бір жұмыртқамызды және бөлме температурасындағы айранымызды, оның үстіне ас содасын салып, осылай жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің айранымызда реакция болып, осылай қатты көпіршетін болады. Және оның үстіне қантымызды салып, тағы да қантымыз ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Қантымыз міндетті түрде майда болғаны жақсы, және де қантымыз осы айранмен бірге толықтай еритіндей болып араластырамыз. Және оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да бір мәрте араластырамыз. Ескере кететін жайт, осы қоспалардың барлығын алдын ала бөлме температурасында біраз қойып қойыңыздар, яғни барлығы жылы болып тұру керек. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды және оның үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымызды осылай араластырып, және де ұнымызды екі бөлікке бөліп сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек, қолға жабысатын қоймалжың қамыр болады. Сол кезде ғана біздің коржигіміз өте жұмсақ болып пісетін болады. Қамырды қатты илеп қоймаймыз, қолға жабысып жатыр екен деп ұн салып үстіне қатты қылып илемейміз, өте жұмсақ қылып қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне біздің жаңағы қамырымыз осындай өте жұмсақ қамыр болады. Қамырдың астына ұнымызды көбірек етіп сеуіп, оқтайменен жаятын боламыз. Жайған кезде қатты қалың, қатты жұқа емес, 1 сантиметрдей көлемде қамырымызды осылай жайып алатын боламыз. Міне біздің коржиктеріміз дайын болды. Енді коржиктеріміздің бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтімізді араластырып, барлық жеріне тегіс жағып шығамыз. Менің қолымдағы щетка құрылыс саласына арналған щетканы мен арнайы сатып алып арнап қойғанмын. Осылай бетіне жағып шықсаңыздар, беті өте тегіс болып шығады. Ал енді силиконовый щеткамен жағатын болсаңыздар, онда бетінде сызықтары пайда болады. Міне енді жағып болғаннан кейін қалауларыңыз бойынша мен енді осылай шанышқының көмегімен бетіне узор салып шықтым. Бұлай жасау міндетті емес, қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Осы кезде естеріңізде болсын, біз пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 20-25 минутта осылай пісіріп алатын боламыз. Енді өздеріңіздің пешкілеріңіздің
пісу уақытына қарай қоясыздар. Менде осылай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, барлық шеті қызарып, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын болады. Сіздерге де кеңес беремін, дәл осы рецепт бойынша үйде балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Таңғы шайға жасап ішсеңіздер болады. Құрамы да өте қолжетімді, барлық үйде табылатын айран менен жұмыртқадан жасалады. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер, және егер жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.